Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Бүгін 7 күнде тәжвид үйрену кітабының 5-ші сабағын өтеміз. Біз алдыңғы сабақтарымызда мәттің 6 түрін өттік, идғамның 5 түрін өттік. Енді бүгін ихфа деген бөлімге келеді екенбіз. Ихфа дегеніміз жасыру деген мағынаны білдіреді, тілдік мағынасы. Енді ережеге келейік. Сукунды нун немесе тәнуиннен кейін ихфа әріптерінің біреуі келсе, сукунды нун немесе тәнуин ғуннамен оқылады дейді. Сукунды нун немесе тәнуин ғуннамен оқылады дейді. Енді ихфа әріптері 15 әріп, астында толықтай 15 әріп жазылған. Ереже бойынша оқып көрейік. Мына жерде кунтум сукунды нун тұр. Қараңыздар, сукунды нун бар. Осыдан кейін ихфа әріптерінің біреуі бар ма? Қарасақ, тә әрпі бар екен. Олай болса біз бұл жерді қалай оқимыз? Кунтум мұрынмен дыбыстаймыз. Кунтум. Келесі мин жуин. Осылай ұстап тұру керек мұрынмен. Мән сақулат. Мән сақулат. أنزلت الإنسان خلق جديد كتاب كريم كلا ضربنا. Осы мысалдың баршасына қарап отырсаңыз, тәнуин немесе сукун нуннан кейін осы 15 әріптің біреуі келіп тұр. Демек, ихфа дегеніміз осы екен, өте жеңіл, қиын, еш нәрсесі жоқ. Изхарға келгенде, изхар ихфаның керісіншесі, яғни ережесін оқып көрейік. Сукунды нун немесе тәнуиннен кейін изхар әріптерінің біреуі келсе, сукунды нун немесе тәнуин анық оқылады дейді. Жаңағы сияқты біз мұрынмен дыбыстамаймыз, ашық оқимыз, анық оқимыз. Изхар әріптері 6 әріп қана. Бұл енді жаттауға да оңай. Хамза әрпі, ха әрпі, сосын айын ғойын, ха хо әрпі ғана екен. Болды. Ең жеңілі оңайы осы. Бәлки жеңілдігі ретінде осы 6 изхар әрпі жаттабасақ, қалған 15 әріп бұлай өзінен өзі-ақ біздің есімізге сақталып қалатын сияқты. Енді ережені мысалда оқып көрейік. Мән әмәні. Сукуны нун бар. Сукуны нуннан кейін изхар әріптердің біреуі бар ма? Бар. Қандай әріп бар? Хамза бар. Онда біз бұлай оқымаймыз. Мән әмәні деп. Бәлки ашық. Мән әмәні деп оқимыз. Мин хәдин деп оқимыз. Мин хәдин болмайды. Бәлки мин хәдин деп оқимыз. Қаулән ғайра. Мына жерде тәнуин бар. Тәнуиннен кейін изхар әріптерінен ғойн әрпі бар. Онда қаулән ғайра деп ашық дыбыстаймыз. Хакимин хамид. Келесі мысал ән'амта. Ән'амта. Мин хайрин. Хайрун мин әлфи шәһр. Хайрун мин ашық оқимыз. Әлфи шәһр. Әжрун ғайру мәмнунин. Келесі мысал куфуән ахады. Соңғы мысалды оқиық. Фасалли ли раббика вәнхар. Вәнхар. Осылай ашық оқиды екенбіз. Келесі ереже бізде иқлаб деп аталады. Иқлаб. Ережесін оқиық. Сукунды нун немесе тәнуиннен кейін бә әрпі келсе, сукунды нун немесе тәнуин мим әрпіне ауысып ғуннамен оқылады. Ереже осы. Тәнуин немесе сукунды нуннан кейін ба әрпі келсе, тәнуинді немесе сукунды нунды мим әрпіне ауыстырып оқимыз. Мысалға көшейік.
Min ba'di деп тұрады. Құранда жеңілдік ретінде қарап отырсаңыздар, осы нунның үстінде кішкентай мим әрпі тұрады. Демек, бұл жерде не деген сөз? Бұл нун әрпін мим әрпіне ауыстырып оқы дегенді білдіреді. Мим бa'ди осылай оқимыз. Әрі еріммен ұстаймыз бұны. Мим бa'ди. Келесі мысал, ла юнбазанна. Ла юн сүкунды нун бар, сүкунды нуннан кейін ба әрпі келіп тұр. Демек біз сүкунды нунды мим әрпіне ауыстырып оқимыз. Ла юнбазанна. Изим бa'аса. Келесі мысал, әмбурика. Келесі, сәми'ун басир. Сәми'ун, тәнуиннен кейін бә әрпі келіп тұр. Онда біз сәми'ун басир деп оқимыз. Жаза'ам бима шәй'им басир. Ең соңғы мысалды оқиық. Яуми изим бибани. Міне осылай дыбыстап оқиды екенбіз. Ва ахиру дa'вана анилхамдулиллахи раббил аламин.